Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай жеңіл пирог жасайтын болам. Ең алдымен бізге қажетті заттар: айран, ұн, қант, жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, қантпен жақсылап араластырамыз. Мен осылай миксермен араластырам. Егер миксер болмаса, қолыңызбен араластырыңыздар. Жұмыртқамен жаңа қант осылай жақсы толық еруі керек. Ағарғанша ертіп араластырасыздар да, одан кейін айранымызды құйып, енді ар жағын қолмен араластыратын боламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, осылай бөліп салыңыздар. Сонда сіздердің пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Бәрін толықтай араластырдым. Енді ыдысымыздың астына кішкене май жағып жібердім, жабысып қалмас үшін. Сондықтан өздеріңіздің қалауыңызша пергамент бумагасы болса, соны да қолданыңыздар. Мен осылай кішкене май жаға салам, соның өзінде ешқандай жабыспай әдемі болып піседі. 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аласыздар. Енді сіздердің пештеріңіздің қызғанына байланысты сол себепті арасында тексеріп отырыңыздар. Пирогым менің, міне қараңыздар, пісіп шықты. Қараңыздар, керемет. Енді түскі ас кезіне аяқ астынан қонақ кеп қалса, жасап жіберсеңіздер тез дайын болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Міне мен сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Өпелек болып шыққан керемет. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.